Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Берікжан аға келіңізші ортаға, Шарипа апай. Бір қошемет ұрпай қой елеріне. Айнұрдың күйеуінің досының әйелі. Сіздер үйленгенсіңдер ма? Сендерге де жұмысты болсын деп бағана бері жайып жүріп отырмыз. Екеуі деген кәдімгі уже тіктіріп жатыр қойшы. Аяғыңа банчик байлап аласың ба? Аяғың әлі мектепке бара ма? Мұғалімдер болашақта ұрысуы мүмкін. Аяғындағы банчик қақта деп бізге. Нағыз күйеуге демеген ал, енді бұған істеп жігіттер бір жабыл бір байқамайды десің. Атыңыз кім? Альмира. Альмира. Там кейін матки знак болады, апай. Сізің? Гүл Жәмиля. Қойшеті гүл деп, нағыз тебе гүл деп. Молда прям туылғанда құлағына гүл Жәмиля деп. Айдана маған шығар деп ойлаймын енді, гүл Жәмила. Альмира, сенің бүгінгі стилің сіган. Июль, август, сентябрьдің ортасы. Мына жерде орыс бауырымыз түсіп жатқанша, сердце чуть молодая. Салонға бармағансың ғой? Салонға барма, шашын өтіріп жуасың да, үшешекпен бар ғой, жатқызғансың, үшешек ба сондаймен. Кел, қарындасыз келе ғой, вот таққа келе ғой. Күйеуің қайсы қаны? Сыртта ма? Көпші. Так, отырыңыздар жігіттер. Қондисын адам сүйкіші болмайды. Күлгеннің шетінің күн білген болсын. Кетпесең болар екен. Атыңыз кім? Андай мебель, диван, қанша сондай әкелді. Екеуіне бірдей диван қай әкелді ма? Кәші Каспий болып бірдеңе дейтін айтатын сәтсің. Ассаламағалейкум, атыңыз кім? Мен просто дос ғой. Каспий болып та дейді апа. Ятқа деп, жасы 778. Келесі ән. Бұл жерде менің ғана жұмысым бітті. Сіздермен бірге болған менің ғана бар. Жақсы күнде кездескенше. Міне, өзінің досы, ойбайда да ақша көп қой. Красавчик орны. Ренжімейсің ғой? Егер сен ренжісең, ақшам өзіңе. Бәрін бетпейсің атаққа. Бетпетсей мен әр жерде бейжар сыйластым, сен атыңнан конкурс. Мама, таң онымен үйге қайтасың. Красавчик. Ертең бір тағы бір екінші рет үйлен, мен әйел рұқсат беріп жатса, сен күйеу жолдасы қалың родной. Сізде 20 мың теңге бар. Нормально?